Келесі 786 есепті шығарайық. Өрнекті ықшамдаңыздар дейді. Әріптері бірде, сондықтан да қосып азайтып, соңында әріпті өрнекті қоса жазамыз. Сонда біріншісі 0,3х қосылған 1,6х азайтылған 0,5х тең 0,3х-қа 1,6х-ті қосатын болсақ 1,9х болады. Одан 0,5х-ті азайтатын болсақ, нәтижесі тең болады бізде 1,4х-ға. Келесі екіншісін шығарайық. 9,125y азайтылған 2,3y қосылған 7,105y тең. Азайтайық. Азайтсақ нәтижесі 6,195y болады. Оған 7,105 санын қосатын болсақ, нәтижесі 14y тең екен. Келесі үшіншісін шығарайық. 3,146x қосылған 9,117x азайтылған 2,163x тең. Екеуінің қосындысы бізде 12,163x тең. Одан азайтамыз 2,163x-ті, нәтижесі тең болады екен 10x-қа. Келесі төртіншісін шығарайық. 4,182y азайтылған 1,19y қосылған 3,108y тең. Азайтатын болсақ, нәтижесі бізде 2,192y болады. Қосылған 3,108y нәтижесі тең болады екен 6-ға. Яғни 6y тең болады. Келесі 787 есебіміз. Іле өзені Балқаш өзеніне құятын ағысы қатты өзендердің бірі. Оны біздің республикамыздың аумағынан өтетін ұзындығы 814,175 км. Ал республикамыздан тыс жерден өтетін ұзындық 624,125 км. Іле өзенінің ұзындығы неше километр? Яғни республика аумағымен өтетін мен және тыс өтетін ұзындықтың қосындысы ол бізде Іле өзенінің ұзындығы болады. Сонда 814,175 км қосылған 624,125 км. Сонда нәтижесі тең болады бізде 1439 километрге. Ол бізде 39 нұсқасында. Келесі 788 есебіміз. Үшбұрыштың бірінші қабырғасы 6,3 сантиметрге тең екен. Үшбұрыштың бірінші қабырғасының ұзындығы екінші қабырғасының ұзындығынан 2,18 сантиметрге кем болса дейді. Сонда екінші қабырғасы 6,13 сантиметр қосылған 2,18 сантиметр болады. Оның нәтижесі сонда 9,11 сантиметрге тең екен. Енді үшінші қабырғасы ұзындығынан 0,19 сантиметрге артық дейді. Сонда 6,13 сантиметр азайтылған 0,19 сантиметр нәтижесі 5,14 сантиметрге тең екен. Енді әрбір қабырғасын тауып алдық. Енді периметрін тапсақ болады. Периметрі тең 3 қабырғасының қосындысы. Сонда 6,13 сантиметр қосылған 9,11 сантиметр қосылған 5,14 сантиметр. Нәтижесі тең болады 20,18 сантиметрге.